Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында дәмі ерекше созылмалы плавный сыр жасайтын боламыз. Дәмі ешқандай дүкеннен айырмашылығы жоқ. Дәмі керемет болып шықты. Бүгін мен сіздерге бөлісетін боламын. Ең алдымен творог қажет болады 500 грамм. Жарты шай қасық сода, жарты шай қасық тұз және бір жұмыртқа, 50 грамм сары май қажет болады. Барлығын миксердің көмегімен бір келіп етіп араластырып аламыз. Іртіктерін кетіріп, болған соң, қайнап тұрған суда барлығын бір кетіп, ертіп 10-15 минутке қалдырамыз, араластырып отырамыз үздіксіз. Осындай масса пайда болады. Біздің дайын болған плавный сырымызды 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Біздің плавный сырымыз керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, ас болсын.